Саламатсыңдар ма оқушылар? Көңіл күйлерің қалай? Бүгінгі көңіл күйіңіз жақсы болса, онда бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі біздің өтетін сабағымыз IDE-мен танысу. Бүгінгі біздің үйренетініміз Python программалық тілі, IDE интерфейстің мүмкіндіктерін қолдану. Python қазіргі заманға лайықты жоғары дәрежедегі программалау тіліне жатады. Python тілін 1991 жылы нидерландық программист Гвидо ван Россум ойлап тапқан. Ол қазіргі кезде ең көп таралған программалау тілі болып саналады. Бұл тіл қазір көптеген салаларда, соның ішінде веб-сайттар жасауда және жасанды интеллект проблемаларын шешуде қолданылады. Python тілін қолдана отырып, программалаумен танысу үшін алгоритм ұғымын еске түсірейік. Қане оқушылар, біз төменгі сыныпта алгоритм ұғымымен танысқан болатынбыз. Біргелікте еске түсірейікшік. Алгоритм алға қойған мақсатқа жету үшін немесе берілген есепті шешу үшін түсінікті де нақты ережелер бойынша орындаушыға жинақы түрде берілген реттелген нұсқаулар тізбегі. Орындаушы дегеніміз белгілі бір командалар түсінетін және орындай алатын адам, жануар немесе машина. Кез келген алгоритмді үш негізгі құрылымды қолдана отырып құруға болады. Жалпы алгоритмнің үш түрі болады екен: сызықтық алгоритм, тармақталған алгоритм, циклдік алгоритм. Сызықтық алгоритм командаларды тізбектей орындау. Тармақталған алгоритм екі опцияның біреуін таңдау, яғни шарт болады екен. Циклдік алгоритм бірдей әрекеттерді қайталау. Алгоритмдер табиғи тілде, мысалы қазақ тілінде, блок сызба түрінде немесе программалау тілінде жазылуы мүмкін. Python 3.8 программасының жұмыс жасау ортасы. Python 3.8 программасын жүктегеннен және орнатқаннан кейін IDE кіріктірілген орта ашыңдар. Міне бұна көріп тұрған белгі Python 3.8 программасының белгішесі. Python іске қосылған соң программаның жұмыс істеу ортасы басқа программалау тілдерінен өзгеше екенін байқайсыңдар. Ол программада тақырып жолы мен мәзір жолағын ғана байқауға болады. Көріп тұрғандарыңыздай, тақырып жолы және мәзір жолағын ғана байқап тұрмыз. Python 3.8 программалау тілінің жұмыс ортасы ашылғаннан кейін программаны жазу үшін бізге жаңа бет ашу керек болады. Программада жаңа терезе ашу үшін IDE ашып, әзірден файл, new файлды таңдауымыз керек. Бос терезе тақырыбы untitled сөзімен ашылады. Жаңа терезеде мына кодты енгізіңдер. Print наурыз жыл басы. Енді мәзірден файл, save таңдаңдар. Ашылған терезеде сұранысқа жауап ретінде программа .ru деп теріп, файлды жұмыс істеуіне немесе құжаттар болмасына сақтаңдар. Pythonда құрылған программа кеңейтілімі ru. IDE Python 3.8 программасын іске қоспас бұрын файлды сақтау үшін F5 пернесін басуға да болады. Енді run модул командасын таңдаңдар. Сақталған программа нәтижесі төмендегідей көрінуі керек. Олай болса біз қазір практика жүзінде бір есептерді шығарып көретін боламыз. Алдымен Python 3.8 программасын іске қосамыз. Міне Python 3.8 программасының алғашқы беті осылай ашылды. Көріп тұрғандардай тақырып жолы мен мәзір жолы бар. Енді біз жаңа бет ашуымыз керек. Ол үшін жаңа айтып өткендей файл, new файл деп
жаңа бет ашылды. Көріп тұрған жаңа беттің тақырыбы Until Toilet атауымен аталып ашылып тұр. Енді біз қарапайым мысал есептерін шығарып көрейік. Бізге print бес қосу 8 көбейтілген 2. Сандамен жұмыс жасап көрейік. Осы өрнекті Python тілінде есептеп көрейік. Ал енді оны біз не істейміз? Сақтап аламыз. Ол үшін файл, save деп басып, осы жерде біз жұмыс столында сақтап аламыз. Осы жерге программ деп жазайын. Алдында мен сақталғаным бар екен. Программ нүкте ру. Сохранить. Көріп тұрғандарыңыздай, Until Toilet деген жазудың жанында орнына программ нүкте ру деп шықты. Ал енді келесі әрекетіміз енді run модульге жібереміз, орындауға жібереміз. Міне көріп тұрғандарыңдай, екінші терезеден shell деп тұрған, екінші терезеде жауабы 21 деп естеді оқушылар. Жауабы шықты. Тағы да бір мысал келтіріп көрейік. Print деген команда бізде экранға шығару деген мағынаны береді. Мысалы, print 20 қосу 20 көбейту 5 қосу 10 деген. Міне осы санды өрнегімізді шығарып көреміз. Енді не істейміз оқушылар? Run модульге береміз. Окей. Бізде міне жауабы 130. Енді мына жерге қарасақ 21 деген тағы қайталанып шығып тұр. Ол өйткені біздің мынау алдында жазғанымызды да қосып көрсетіп тұр. Ал егер өшіріп тастайтын болсақ қазір, онда бізге келесі неде шықпайтын болады. Келесі бір мысал көрейік. Мысалы, print. Мысалы, 4 қосу 4 көбейту 2 дейік. Ал енді run модульге жібереміз. Окей. Міне бізде 4-ті 2-ге көбейтеміз 8, 8-ге 4-ті қосамыз. Бұл жерде 12 деген шықты да, бағанағы екеуі төбесіне қалып кетті. Біз өшіріп тастағаннан кейін ол шыққан жоқ. Енді бізде кітапқа қарасақ, жолдар арасындағы бос орын автоматты түрде қойылады. Бос орын қажет болмаған жағдайда print функциясын шақырған кезде біз бос жолға егер sep дегенді қоятын болсақ, яғни sep дегеніміз ағылшын тілінен аударғанда сепаратор, бөлгіш деп аталатын аргументті қосуымызға болады. Енді осы sep командасын қойып көрейікші қалай болатын, оқушылар? Ол үшін мысалға қараймыз. Кітаптағы 83-ші беттегі мысалға қараймыз. Бізде ол жерде 8 көбейтілген 9 тең 72 деп шығу керек екен. Қазір біз осының программа кодын жазайық. Ол үшін әдеттегідей print жақша. Енді осы жерге 8 көбейтілген 9 деп жазуымыз керек. Тырнақша 8. Одан кейін тырнақша көбейтілген тырнақша үтір, одан кейін тырнақша 8 көбейтілген 9 үтір болады екен. Одан кейін тырнақша тең, одан кейін үтірімізді қоямыз. Үтір, одан кейін тырнақшаның ішінде 72, 8 көбейтілген 9 тең 72 деп, енді sep дегенді sep деп жерге жазамыз. Sep тең болады 2 тырнақша. Ал енді тексеріп аламыз.
Принт 8 көбейту 9 тең 72 как сеп. Ал енді орындауға жібереміз. Ол үшін ран модульге жібереміз. Міне 8 көбейтілген 9 тең 72. Біз бұл жерде сеп деген сөзді қолдандық, яғни бөлгіш деп аталатын аргументті қосу арқылы бізде осылай не істеді? Барлығы бір жолға шығарып берді. Ал енді мысалы үшін оқушылар print, мысалы үшін print деп жай ғана 8 көбейту 9 деп жазатын болсақ, онда бізге не істейді? Орындауға жіберіп көрейік. Ол кезде не істейді? Бізге тек қана 8-ді 9-ға көбейтіп, жай ғана оның жауабын не істеп берді? Мына жерде екінші терезені көріп тұрмыз ба оқушылар? Мына жерде оның жауабын шығарып берді. Ал егерде септі қоятын болсақ, онда ол бір жолға кәдімгі 8 көбейту 9 тең 72 деп жазып берді. Олай болса, оқушылар, бүгінгі сабақ түсінікті болса, онда 85-ші беттегі компьютерде орындайық тапсырмасын орындап көрейік. Қазір мен біріншісін көрсететін боламын, қалғанын ары қарай өздерің жалғастырасыңдар. Есебімізде не дейді? Мынандай санды өрнек берілген екен. Осыны қазір біріншісін шығарып көрсетемін. 3 қосылған 4 көбейту 5 көбейтілген 2 қосу 7. Осы есепті қазір біріншісін шығарып көрсетейін, қалғанын өзіміз шығарамыз. Ол үшін міндетті түрде print жазамыз. Print жақша ішінде 3 қосылған 4 көбейтілген 5 көбейтілген 2 қосылған 7. Осыны қазір орындауға жібереміз. Ран модуль. Міне бізде жауабы 50 болды. Дәл осылай қалған есептерді де өзіміз компьютерде отырып не істейміз? Орындап жауабын екінші шел терезесінде жауабын көріп отырамыз. Оқушылар, бүгінгі сабақ сендерге түсінікті деп ойлаймын, түсінікті болды деп ойлаймын. Олай болса, үйге тапсырма аламыз. Үйге талдап салыстырайық және дәптерге орындайық деген тапсырманы үйде орындап келеміз. Қандай программалар белгісі көрсетілген? Екеуін салыстырып, әрқайсының ерекшеліктерін атаңдар. Көріп тұрған екі белгіше берілген. Осы екі белгішені салыстырып, ерекшеліктерін дәптерге жазамыз. Келесі, мәзір жолағындағы батырмалардың атауларын қазақ және орыс тілдеріне аударып, дәптерге жазыңдар. Мына жердегі мәзір жолағы берілген, file, edit, shell деген. Осы сөздерді естеміз қазақ және орыс тіліне аударып, дәптерімізге жазып келеміз. Олай болса, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.